Армысыздар, құрметті Павлодар өңірінің тұрғындары мен қадірменді қонақтары. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 26 жылдығына арналған елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік атты Павлодар қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі оқушылары ұйымдастырып отырған мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Уважаемые граждане Павлодарского региона и его гости! Сегодня у нас большой праздник, День независимости нашей Родины. Казахстан – наша родная земля, наше наследство. Широко и привольно раскинулся край, в котором соседствуют море и пустыня, степь и горы, вечные снега и таежные леса. Это и есть наша Родина, наш Казахстан. Таңға жайып атында дәл табылды да талай жұртқа танылды. Туған елім, көкке жетті көк туы, сен тәуелсіз мемлекетсің кәдімгі. Мой Казахстан, семья моя родная, отчизна многих наций и народов. Весь мир тебя сегодня поздравляет. С Днем независимости, с Днем свободы! Назар аударыңыздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Аман өткізіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтай көреген саясаткердің ерен еңбегін дәл бүгін және әр қашанда айтып келеміз. Алдарыңызда мектебіміздің асыл мұра Елге сәлем әні орындайтын 12-ші сынып оқушысы Жанат Олжас. Қабыл алыңыздар. Assalamu alaikum. Hey.
Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке деп білеміз. Себебі осынау жүрек жарды қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. Алдарыңызда мектебіміздің асыл мұра ұлттық аспаптар ансамблі Құрманғазының Сарыарқа күйі. Қабыл алыңыздар. Армандарды жақындатып тумалыз, біздің жаққа жеткен екен жылағыз. Егемендік, ел бақыты ертенім, о халайық, құтты болсын қуаныш. Азат өлкем күндей күлген шығыстан, асыл елім жан жүректі ғысқан. Ата бабам аңсап өткен бақытым, айналайын Қазақстан, Гүлістан. Алдарыңызда мектебіміздің асыл мұра ұлттық аспаптар мен Нұр алтын би ансамблінің орындауында Адай биі.
могуч, певуч язык твой, величавы горы. Пусть солнце льется на твои просторы в богатстве недр и в золоте зерна. Пусть высится, как снеговые горы, для добрых дел отчизна, родина моя. На сцене вокально-инструментальный ансамбль «Старт» с композицией «Ышкоңыр». Встречайте! Жайылады айдынында. Ышқоңырым, тал бесігім, рахым нұры туған жерім. Ышқоңырым, тал бесігім, жүрегімде мәңгісімін. Бұл жерге тарих сырдың қойнауы бар. Бұл жерге тарих сырдың жайлауы бар. Бұл жерге жамбыл жәкен өлең айтқан тобырлар жайылады айдынында. Ышқоңырым, туған жерім, рахым нұры туған жерім. Ышқоңырым, тал бесігім, жүрегімде мәңгісімін. Күй, сені тәтті көрем жанып сүйіп, тыңдаймын тыным алмай жанып күйіп. Өмірдің сырың ашып жүрегіме, музаның әміріне басымды иіп. Алайық ескі күйдің бәрін жиып, жандырған ой қиялды қалың күйік. Шертіріп құнарлырақ домбыраға, тербеліп ырғағына тамылжиық. Балбырауын күйі, орындайтын асыл мұраултық аспаптар ансамблі. Қарсы алыңыздар. Таулы орман, жасыл жайлау, көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқын жетті. Тәуелсіз Қазақстан, елім менің. Бақытым, республикам Қазақстан. Көгінде ақ көгершін қаздар ұшқан. Саған жетті
бес құшағы әлемнің де, қыс болса бір шетінде жаз ауысқан. Алдарыңызда Нұр Алтын би ансамблінің орындауында туған өлке биі. «16 декабря 1991 года началась новая эпоха в истории нашей страны.
Воплощая волю народа, его стремление к свободе, Казахстан объявил о своей независимости. На политической карте мира появилось молодое демократическое государство – Республика Казахстан. В это труднейшее для страны время казахстанцы доверили свои судьбы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который и стал первым президентом независимого Казахстана. Алматы – это колыбель нашей независимости. Астана – это символ независимости нашей республики. И насколько красива наша столица, настолько преображается наша страна. Величие и красота столицы – это есть успех совместного и верного пути развития молодой республики. Песня «Здравствуй, столица» на сцене вокально-инструментальный ансамбль «Старт» с участием сотрудников школы. Встречайте! Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана. Здравствуй, Медеу, горы тянутся к небу, это Алмата. Здравствуй, земля, ты шахтерская душа, это Караганда. Здравствуй, страна, это мой Казахстан, здесь моя земля. Поеду в Степногорск, а там Русь-Каменогорск. Заеду в Лениногорск, и там навеет грудь. Петропавловск мне звонит, друг зовет там погостить. С ним поеду в Кустанай и песенку споем давай. Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана. Здравствуй, Медеу, горы тянутся к небу, шахтерская душа, это Караганда. Здравствуй, страна, это мой Казахстан, здесь моя земля. Друг, нам уже пора, впереди Кызылорда, там Чимкент или Тарас, да весь Калининград. Посмотри, Талдый курган, все нити тянут Жезказган. В Бахтуме идут дожди, в Уральске прохладные дни. Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана. Здравствуй, Медеу, горы тянутся к небу, это Алмата. Это Астана. Здравствуй, Медеу, горы тянутся к небу, это Алмата. Қазақ халқының басынан не өтпеді десеңші, талай қиындықты бастан кешірсе де, ешқашан мойымай күресе білді. Азаттық танытуарына тәуелсіз сеніп үміттерін үзбеді. Орнында бар оңалар демекші, ел орнында, жер орнында, жерге жетер байлық жоқ. Жер болса, ел болады, ел болса, ер болады. Ерлеріміздің арқасында Қазақстан егеменді ел болып дүние жүзіне танылды. 125-тен аса Жайна
елім, отаным, бақ дәулетім, болашағым, өнер білім, өркенім. Бейбіт өмір тілеймін мен халқыма, туған тілім, шұбарланба, жарқыра. Тарихымызда таланттылар көбейсін, бас иемін ата-баба рухына. Бойымда әні бұлақ жатыр бұрқырап, сол бұлақтан сырағыздым жыр құрап. Тілейтінім барша жұртқа бір ғана, ырыс, бақыт, татулық пен ынтымақ демекші. Ұлы бабамыз Абайдың көзімнің қарасы әні. Орындайтын мектебіміздің оқушыларынан құралған вокалды инструменталды старт ансамблі. Қабыл алыңыздар. Дружба народов не просто слова. Дружба народов навеки жива. Дружба народов — счастливые дети, колос на ниве и сила в рассвете. Наше знамя — независимость, наша цель — мир и благоденствие. В этом мире у нас есть лишь одна родина — это Казахстан. Это слова президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Мы — молодое поколение, будущее Казахстана. Нам его строить и беречь, нам укреплять мир и дружбу между народами. Мы должны сохранить мир на древней и прекрасной казахстанской земле. Это важнейшее условие нашего процветания. На сцене хореографический ансамбль «Нур Алтын» с танцем «Бәрі жақсы болады». Встречайте! Сенде солады, көңілің жыра болады, бәрі жақсы болады.
Еңселі елмін егеменді, кеңейттім кең әлемге керегемді. Мұхиттың ар жағында жатқан жұрттар таныды тепе-тең деп тереземді. Қазақпын, қойнауы құт, жері дархан, жырымды бес құрлықтың бәрінде айтам. Назарларыңызда түркімен күйі, орындайтын асыл мұра ұлттық ансамблі. Қабыл алыңыздар. Лидер нации Нурсултан Назарбаев с каждым годом создает все условия для подрастающего поколения и для их развития и становления как интеллектуального и конкурентоспособного гражданина Республики Казахстан. И в 2007 году наш президент подписал указ о создании сети интеллектуальных школ для восполнения своей главной миссии – воспитания и обучения нас с вами, создавая все условия. И в нашей школе на сегодняшний день насчитывается более 40 кружковых занятий, где учащиеся могут реализовать все свои творческие идеи и развивать творчество. И сейчас вашему вниманию мы предоставляем Ки Ерке Салкым с танцующим ортике, который был сделан специально для этого праздника учеником 10 класса Кузековым Данияром. Встречайте!
биші қыздар биімен де үн қосты. Алдарыңызда ұйғыр биі, қабыл алыңыздар. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы өнер жолымен, ғылымның ізімен жүрген талантты да дарынды азаматқа бай. Соның бірі Назарбаев зияткерлік мектептері оқушылары. Заманауи жаңалықтардан тыс қалмай, өз өнерлері мен таланттарын дамытып, Қазақстан Республикасының рухани жаңғыруына үлестерін қосуда. Алдарыңызда Via Start жаяу әнмен қабыл алыңыздар.
кетесің, жаяу жетесің, сүрінбесін ашық жолында. Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня подписания указа о создании сети интеллектуальных школ. На сцене хоровой ансамбль Назарбаев интеллектуальной школы с песней «Туган елем» посвящается великой стране великих людей. ән салады. 12 сынып оқушысы Жанат Олжастың орындауында «Көк тудың желбіреген» әні. Қарсы алыңыздар. Қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту
маған керегі көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені, бақыттың елжірегені. Века рассвет, осветляющий путь городам. Мой родной Казахстан, ты велик и могуч. Твоя слава знаменита. И скользит по тебе процветание луч. Пред тобою я покорюсь. Моя Родина — это красота природы, это счастье любви, большой океан. Это символ богатства, символ... Назарбаев ертеңнің мектебінің ұстазы қауымын, оқушыларды барлығымызды ұлы тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Баршамызға тек қана жақсылық тілеймін. Осы көк байрақ ұлт аспанымызды егесіп, мына бүгінгі концертте өнер көрсеткен балалар еліміздің үлкен азаматтары болып, тек қана еңбек болсын деймін. Сегодня грандиозный праздник. Поздравляю вас с десятилетием. Желаю больших успехов. Всего самого хорошего. Чтобы почаще такие мероприятия проводили. Праздником вас. Конечно, обязательно это нужно. Во-первых, дети видят вас. Даются пример. Спасибо вам, что вы показываете такие прекрасные праздники. Очень приятно. Көбелек бұдала, ата мекен дара. Қоршай құйып қойған, қоршай тұрған, ата мекен дара. О, дәнімнің о, жүрегімнің о, қосылсын әніме. Арманы биік сөзсіз, сенеме дүйіп сенеме, жалауым биік о, мекенім Қазақстан. Қоршай құйып қойған, қоршай құйып тұрған, деп жауған қайда. Жүрегіміз о, дүрсілінген о, қосылсын әніміз. Жүрегімнің о, дүрсілінген о, бір доқтан қанымыз. Еліміз жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман сенің, жалауы биік о, төбеміз көк сенсің, арманы биік сенің, жалауы биік сенің, жалауы биік о, төбеміз көк сенсің, арманы биік сенің, жалауы биік сенің, қаламы биік о, төбеміз көк сенсің, арманы биік сенің, жалауы биік сенің, тұрамы биік о, мекенім Қазақстан. Қазақ елім туды жастық дәуірін, алғандайсың жұлдызының жарығын. Тәуелсіздік құтты болсын қымбаттым, туған күнің құтты болсын алыбым. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын. Алдарыңызда бүгінгі мерекелік кеш жұлдыздарының орындауында Назарбаев зияткерлік мектептері гимнімен сіздерге келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар дейміз. Гимн Назарбаев интеллектуальных школ в исполнении хорового ансамбля «Жастар». Качественный рост человеческого капитала в Казахстане.
Это прежде всего образование и здравоохранение. Сегодня на основе международных стандартов успешно работает Назарбаев университет и интеллектуальные школы. Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать их уровень все образовательные учреждения. Дорогие гости, еще раз с праздником! Так пожелаем всем Денсаулық болсын, бақыт болсын, достық болсын. счастья, удачи, здоровья! До новых встреч!